Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода трайфл десертінің жасалу жолымен бөлсемін. Бұл десерттің дәмі өте нәзік, өзі балмұздаққа ұқсайды. Және де жасалу жолы өте оңай. Бізге керекті заттар 4 жұмыртқа, 10 қамыр қопсытқыш, 1 шымшым тұз, сүт, сұйық май және де қант қажет болады. 4 жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Қантымызды 2 бөліп қосып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, жылдамдығын көтере отырып, осындай үлпілдек 2-3 есе ұлғайған үлкен масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды қосып араластырамыз, және де осы жұмыртқалы массамыздың үстіне електен өткізіп қосамыз. Күрекшенің көмегімен астынан үстіне көтере отыра жақсылап араластырамыз. Осы жерде миксердің жай жылдамдығымен араластырсаңыз да болады. Сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің ұнымыз түйіршік болып қалмауы қажет. Және де сұйық майымызды қосамыз, тағы да астынан үстіне көтере отыра осылай жақсылап араластырамыз. Өйткені біздің сұйық майымыз астына шөгіп қалуы мүмкін. Сондықтан жақсылап араластыру қажет. Біздің противнімізге пергаментный бумагамызды төсеп, осылай жайғастырамыз. 180 градуста осылай беті қызарғанша 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Енді кремін жасаймыз. Креміне творожный сырдың үстіне қантымызды қосып, осылай бір миксерлеп аламыз. Қантымыз бен творожный сырымыз түйіршік болмауы қажет. Оның үстіне осылай салқын сливкимізді құямыз. Және де жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай әдемі крем шығады. Креміміз қатты плотно болып кетпеу керек. Енді суыған бисквитімізді пергаментный бумагамыздан ажыратамыз. Және де осы бисквитті біз қолымыздың көмегіменен ұсақтап турайтын боламыз, үгітеміз. Өте жұмсақ және үлпілдек бисквит болады бізде. Жақсылап осылай ұсақтап үгітіп аламыз. Дайын кремімізді осындай кондитерлік қалташамызға салып аламыз. Кондитерлік қалташамен салу трайфлды жинағанда өте ыңғайлы болады. Қалташамыздың ұшын кесіп тастаймыз. Енді трайфлымызды жинайтын боламыз. Осылай үгітіп алдық, мінекей. Осындай бізге ыдыстар, стаканчик керек болады, және трайфлдың осындай ыдыстарына салып жинайтын боламыз. Стакандарымызға осылай астына бірінші бисквитімізді саламыз. Кішкене қолымыздың көмегіменен нығыздап жібереміз. Және кремімізді стаканның шетінен бастап салатын боламыз. Қасықтың көмегіменен кремімізді кішкене тегістеп жібереміз. Үстіне тағы да бисквитімізді саламыз. Бисквитімізді салып, бисквитімізді кішкене қолымыздың көмегімен басқылап жібереміз. Қатты басып тастамаймыз. Және де кремімізді тағы да бір қатар құйып шығамыз. Кремімізді құйғанда осылай стаканның жиегіне тигізіп, осылай құямыз. Енді бетін тағы да қасықтың көмегімен, лопатканың көмегімен осылай тегістеп шығамыз. Өйткені бізге қазір глазур құямыз бетіне. Сол кезде шоколадты құйғанда беті тегіс болуы қажет. Осындай 4 бұрышты ыдыстарымызға да жасаймыз трайфлымызды. Бірінші бисквитімізді саламыз. Үстін кішкене басқылап жібереміз да. Үстінен кремімізді осылай тағы да шетіне тигізіп құйып шығамыз. Тегістеп аламыз қасықтың көмегімен. Бисквитімізді тағы да бір қатар салдым. Осы ыдысқа негізі бір қатар салсақ та болады. Мен екінші қатарында салдым.
бисквитімізді және үстінен тағы да кремімізді жүргізіп шығамыз. Және де бетін тегістеп шығатын боламыз. Енді бетіне құятын глазурымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сливке қажет болады. Сливкемізді кішкене ыдысымызға салып, кішкене қыздырып аламыз, қайнатпаймыз. Қызған осындай сливкеміздің үстіне біз шоколадымызды саламыз. Менде шоколад бельгийский табиғи шоколад. Ыстық сливкиді толықтай ерігенше осылай бұлғап ертеміз. Еріген шоколадымызды азырақ суытып аламыз да, трайфлдарымыздың үстіне осылай қасықтап құйып, барлық жеріне жеткізіп, жағып шығамыз. Үлкен трайфлымыздың бетіне де осылай шоколадымызды құйып, айландырып, жағып шығатын боламыз. Шоколадымыз ыстық болмауы қажет, кішкене суытып аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша осылай әсемдесеңіз болады. Мен осындай кептірілген малина мен арахис және кокос себетін боламын. Осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Бетіне крышкасын жауып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Дәмі деген енді өте керемет, нәзік, балмұздаққа ұқсас сондай бір дәмді десерт болады. Жасап көріп, үйшіңізді қуантыңыздар. Ас болсын.